Сәлем сұлуларым, бүгін біз сіздермен әр жүкті және босанған әйел білуі тиіс тақырып диастаз жайлы сөйлесетін боламыз. Ол не? Себептері, белгілері, диагностикасы және ең бастысы емі және де алдын алуы. Осылардан хабардар болу үшін қыздар, менімен бірге болыңыздар. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер және әйел денсаулығына қатысты басқа да пайдалы мәліметтерді алу үшін менің арнама тіркеліп қойыңыз. Іш бұлшық еттерін баяу әрі сатылы түрде шынықтыратын жаттығулар жасау қажет. Және қыздар, айтылатын жайт, кейбір әрекеттер жағдайды ушықтыруы мүмкін. Сондықтан босанғаннан кейін күтіну керек. Мәселен, балаңыздан ауыр еш нәрсе көтермеңіз. Төсектен тұрар кезде бүйіріңізге ауысып, қолдарыңызды жәрдемші етіп қолданыңыз. Прессті шығаратын ешқандай жаттығу жасамаңыз. Кей қыздар іштерін орап, бандаж жасап алады. Бұл қыздар диастазды емдемейді, кор бұлшық еттерін нығайтпайды. Тек қана арқаның артқы бөліміне тірек болып, мүсінді түзу ұстауға көмектеседі. Диастазды емдеуде құрсақ қуысының терең бұлшық еттерін шынықтыратын жаттығулар ең мықты болып саналады. Бұл жаттығулардың көбісі терең тыныс пен өзіміз контроль жасай алатын баяу қимылдарды құрайды. Диастазды емдеуде келесі жаттығуларды жасамаған абзал. Корпусты көтеру, отырып тұрудың кез келген түрлері, планка, серпіліс, аяқты көтеру, қайшы жасау, қысқасы, ішіңіздің жиырылуын шақыратын кез келген жаттығу. Диастаздың даму қаупін азайтатын бірнеше әрекеттерді қолға алсаңыз болады. Жүктілік барысында салмақты дұрыс қосу, жаттығулар жасау, сау тамақтану. Еңсемізді, яғни мүсінімізді түзу ұстау және терең тыныс алу. Қауіпсіз жаттығулар, яғни 12 аптадан соң және босанғаннан кейін құрсақ қуысына қысым түсіретін жаттығулар жасамаңыз. Және қыздар, ерекше ескертіп айтатыным, жүк көтеруде аса сақ болыңыз. Азық-түлік немесе балаңызды көтеру тәрізді күнделікті әрекеттер құрсақ қуысына артық қысым түсіруі мүмкін. Сақ болыңыздар. Ол сіздегі диастаз деңгейі мен жаттығуды жасау жиілігіңізге тәуелді. Босанғаннан соң бірнеше аптадан кейін бұлшық еттер арасы қысқарады. Егер де сіз жақсы техникамен жаттығуларды орындайтын болсаңыз, нәтижесі көп күттіртпейді. Қыздар, сіз диастазды емдеп, оған қайта тап болуыңыз мүмкін. Жүкті болған сайын диастаздың даму қаупі арта береді. Ақсызықты резинка деп елестетіңіз. Ол созыла, бір күні өзінің эластикалығынан айырылады. Яғни көп жүктілік салдарынан ол өзінің бұрынғы қалпына келмеуі мүмкін. Іштің тік бұлшық еті диастазын емдеу қыздар ешқашанда кеш емес. Соңғы балаңызды босанғаннан кейін бірнеше жыл өтсе де, дұрыс жаттығулар жасау арқылы сіз ішіңізді қалпына келтіре аласыз. Диастаз емдемесе қыздар, келесіде асқынулар болуы мүмкін. Ол кіндік жарығы, арқа ауырсынуының үдеуі, жыныстық кезіндегі ауырсынулар, зәр ұстамау және жамбас пен белдің ауырсынулары. Сонымен қыздар, біздің диастаз жайлы сабағымыз тәмам. Сұрақтарыңызға жауап таптыңыз деп үміттенемін. Егер де қосымша сауалдар туындайтын болса, пікірлерге қалдырыңыз. Жоғарыда айтып өткеніміздей қыздар, жүктілік ол жауапкершілікке толы кезең. Деніміздің сау болып, жеңіл босануымыз өз қолымызда. Ал оған жеткізетін бірден бір жол, ол тез жаттығулар жасау. Диастаз кезінде жасалынатын жаттығуларды өткізіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыз және де қоңыраушаны басыңыз. Егер де осы сабақ ұнаса, лайк басыңыздар, пікірлетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, ол маған үлкен шабыт сыйлайды. Ендеше қыздарым, аман сау болыңыздар, жаттығуда кездескенше.